Жеңіс күнін мерекелеу орталық алаңда да жалғасын тап. Жиналғандарға қаланың шығармашылық ұйымдары концерттік бағдарлама ұсынды. Ал Достық алаңда Петропавлдағы Совет одағы батырларының аты берілген 12 көше деген атаумен акция өтті. Бұл жерде батырлардың суреттері мен өмірбаяны жазылған стенд қойылған. Оның жанында екі жауынгер соғыс кезіндегі батырлардың тұлғасын еске салады. Қала тұрғындары жауынгерлермен естелік суретке түсіп жатты. Сбербанк акционерлік қоғамның еншілес банкі жыл сайын осы акцияны өткізуді дәстүрге айналдырған. Осы арқылы біз Ұлы Отан соғысына қатысқан, тылда еңбек еткен батырларымызды еске алып, олардың ерліктерін мақтан тұтамыз. Тұрғындардың бірі батырлар жайында толығырақ мәлімет білу үшін оқып жатса, екіншісі суретке түсіп жатты. Болат Жұмағазиннің айтуынша, осындай іс-шаралар арқылы жас ұрпақты батыр бабаларымыздың ерліктері жайында, олардың өмірлері жайында көптеген ақпарат ала алады. Өзі мына қарап отырсаң, халықтың жиналуына қарағанда жастардың көбі міне барлығы осының арасында жүріп жатыр. Сондықтан мұның өте тәрбиелік маңызы зор ғой деп ойлаймыз. Бұны ешқашан соғыста болған кісілердің оның үстінде Совет одағының батырларының есімдері елде қалғаны дұрыс. Солтүстік Қазақстан облысы тарихи өлкетану мұражайы жанында соғыстағы батырларымыздың суреттері қойылған жеңіс хаты деген көрме көрермендер назарына ұсынылды. Кішкентай бүлдіршіндерге арналған ойын алаңы да ұйымдастырылды. Мереке орталық алаң бойымен жүріп өткен Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан әскери институты курсанттарының шеруімен жеңіс әндерімен жалғасын тапты.